Эй, красавчик. Не, о, вообще резистор деген. Жаным үшін. Қазір айтамын. Ердәулет. Красавчик. Бәрін байқап отырады. Қараңыздар. Тақырыбын тізбектеп барлық қараңыздар. Бірінші кедергі, жайып жатқанымыз кедергі. R деп белгілейміз. Негізгі өлшем бірлігі оның болады екен Ом. Кедергі, бұл кедергі, кедергінің тұратын жалпы біз енді физикада кедергі деп айтаймыз, ал өмірде ол резистор деп қолданылады. Оны сатып алуға болады, кәдімгі кабельдің ішіне тығады, жалпы өзінің тұратын аспап орындары болады, тоқ бар жерде кедергі обязательно болады. Оны енді өмірде мысалы магазинге барып кедергі сұрамайсың, сен кедергі беріңізші, резистор беріңізші деп айтасың да. Маған көп кедергі керек деп мысалы. Өмірім қызғаныш болып кетті деген сияқты нәрсе емес. Резистор керек. Резистор. Кетшер дейтін шығар. Просто физикада түсінікті тілде болу үшін кедергі деп айтады да оны. Екі жақ тұйықталған дейді. То есть жабық деген сөз екі жағы. Үш шам бар, мына кіреді тоқ, үшеуіне бөлінеді тоқ, и мына жабылады тоқ болды. Бұл бір бөлмедегі мысалы үш лампочка болуы мүмкін, қанша лампочка болса, әрқайсының өзінің кедергісі болады. Осы нәрсеге мән беруіміз керек. Қанша лампочка болса, әрқайсының өзінің бөлек-бөлек кедергісі болады. R1 кедергі. Әр лампочка кедергі жасалады ма? R2 кедергі, R3 кедергі. Бәріне әрқайсына бөлінетін үлесі бар. То есть кабельмен бір общий кедергі кірсе, оған мынаған соны R1 кедергісі әсер етеді, мынаған R2 кедергісі әсер етеді, мынаған R3 кедергісі әсер етеді. Жалпы тізбекте жалғаудың ерекшелігі болса, яғни сызбада олар тізбектеліп тұрады. Порядок кезекпе-кезек, бірінші, екінші, үшінші подряд кете береді. Бұл үшеуі мына жерде тізбекте жалғанып тұр. Басқаша тізбекте жалғаудың түрі, мысалы тест әкелетін түрлері, мысалы мынандай да түрлері келіп жатады. Мынау да тізбекте жалғану, например. Не обязательно олар подряднан тұруы, мысалға осы үшеуін, например, или төрт кедергі, мысалы, қазір мына жаққа тағы да төртінші кедергі қоссам, мысалы, төртеуін төрт бұрыштық домалақ қылып қоюға да болады, например. Мысалы, мына жақта бір кедергі тұрса, мына жаққа басқа бір кедергіні орналастыруға болады. Мына жаққа тағы бір кедергіні орналастыруға болады. Дальше мына жаққа тағы да біреуін орналастыруға болады. Міне. Мынау төртеуі то же самое тізбекте жалғанған. Көрдік па? Мынау R1 бізде, мынау R2 бізде, мынау R3 бізде, мынау бізде R4. Мына төртеуі то же самое тізбекте жалғанған. Көрдік па? Енді қарайық. Бұл екеуіне ортақ біздегі именно тізбекте жалғанған кезде кедергілердегі ең маңызды ескерілетін алғашқы формамыз ол мынандай форма. R жалпы кедергісі, то есть мысалы бір бөлменің жалпы кедергісі, например, әр лампочканың кедергісі емес. Бір бөлмеде сен бір люстраңда, например, 5 лампочка болса, ол бесеуі бір-біріне тізбекте жалғанған болуы мүмкін, біріне параллель жалғанған мүмкін. Көп жағдайда бір мысалы бір андай люстрада болатын 5 лампочка көп жағдайда параллель жалғанады. Екеуі параллель жалған ыңғайлы. Не үшін? 5 лампочканың біреуі күйіп кетсе, қалған төртеуі жанып тұра береді. Уже сен түсіну керексің, что олар параллель жалғанған, көрдік па? То есть параллель жалғанса, олар бір-біріне тәуелді болмайды. Но тізбекте болса, олар бір-біріне тәуелді болады. Біреу өшсе, қалған төртеуі автомат өшіп қалады. Күйіп кетпейді, но өшіп қалады да, тоқ бармайды ары қарай, жүрмейді. Ондай тізбекте, ондай кедергілердің жалғануының түрін біз тізбекте деп айтамыз. Жалпы тізбекте жалғанудың негізгі жалпы кедергісін табу үшін біз R1 қосылған R2 қосылған R3 деген форманы қолдансақ болады. Төртеу болса, төртеуін қосамыз, 10 болса, 10-ын қосамыз. Енді 5 кедергіге дейін олардың сан мәндері әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ уже 10, 20, 30 кедергі берілсе, олардың кедергілері бір-біріне тең болады. То есть мынаны қарайық. Ол бір қасиеті деп ескерсек болады, бір қасиет ретінде жүреді. Қасиет. Егер R1 тең, R2 тең, мысалға R3 тең, берілген кедергінің бәрінің мәні бір-біріне тең болса, и олардың общий енді саны болады, мысалы 5 кедергі берілуі мүмкін, 6 кедергі берілуі мүмкін, общий саны n деп қоя салайық. Онда бұл жағдайда кедергінің негізгі формасын біз уже былай деп айтамыз. R жалпы тең болады, бір кедергіні көбейтеміз сол санына. n-ға, көрдік па, кедергілер санына. Міне. Мынау форма прям көп қажет ететін форма. Мысалға айталық, например, бізде мына жақта мысалы 3 кедергі тұр ғой бізде. Мына жерде көріп тұрғанымызда, мына жерде 3 кедергі тұр бізде. R1, R2, R3. То есть саны n қаншаға тең? 3-ке тең деген сөз. Әрқайсының мәні мысалға айталық, бәрі, например, 5-ке тең болсын. Мынау да 5-ке тең, мынау да 5-ке тең, мынау да 5-ке тең. Значит, жалпы кедергісін тап десе, біз не істейміз? Просто 5-ке көбейтіп жібере саламыз 3-ті. Тең 15.
Оларды мына формаға да салуға болады, дұрыс па? То есть 5 қосылған 5 қосылған 5 деуге де болады. Но бізге тиімдісі әрине қайсысы? Мынау бізге тиімдісі. Мысалға саған 50 кедергі берілуі мүмкін да, мысалға айтады саған 50 кедергісі бар. 50 шам бар, лампочка бар. Бірақ бәрін кедергісі тең деп айтады. Бәрі бір-біріне тең. 50 де бәрі бір-біріне тең. Барлығының мәні 2 Ом деп айтады мысалға. Жалпы кедергісі неге тең? Сен отпайсың ғой, 2 қосу, 2 қосу, 2 қосу 50-ге дейін. Просто сен не істейсің, аласындағыны 2-ге 50-ді көбейтіп жібере саласың. Сол кезде 100 Ом шығады. Мінекей, көрдік па? То есть мына форманы да өзінің қолданатын әдемі орындары бар екен. R көбейтілген N. Және де біздегі міне бірінші формасы мынау бізде number one формасы R1 қосу R2 қосылған R3. Мына форманы қолданамыз қай кезде, егер кедергілердің мәні әртүрлі болса. Мына кедергілердің бәрі мәні бір болса, онда міне екіншісін қолданамыз. Иә? Түсінікті деген ойдам. Келесі, енді тура осы кедергілерді жалғанудың екінші түрін көрсетейін енді. Екінші түрі. Бұл бізде тізбектейін, бірінші түрі, екінші түрі. Так, кеттік. Параллель. Міне, көп шатастыратыны осы негізінде, тестта қиындау болып келетінде осы, мысалы өзгеше болып келетінде осы параллель түрі. Параллель жалғанудың ең маңызды первый очередь білу керек заңдылығы не ол әрине сызбасы. Бірнеше кедергі берілсе, то есть бірнеше резистор берілсе, және де олар былай астасына жүрсе, мінекей көрдік па? Астасына жүрсе, олар бірінен параллель кетіп жатқанда көрініп тұр, үшеуі біріне параллель жатыр. Мысалы, төртеу болса, төртеу, бесеу болса, бесеу, бәрі біріне параллель жатыр деген сөз. Мінекей, бұлар бір-біріне параллель. Тұйықталған, где-то ортасынан тұйықталады бұлар. Тоқ келіп жатқан орталарда. Әрқайсының кедергісі бар бізде. R1 деген кедергі бар, R2 деген кедергі бар, және де R3 деген кедергі бар. Көрдік, бірінші кедергі, екінші кедергі, үшінші кедергі. Егер де бірнеше кедергі беріліп, үшеу оларды параллель жалға деп айтса, онда біз ол жерде қолданатын негізгі формуламыз уже қандай болады? Ол же қатынаспен болады. 1 бөлінген R жалпы тең болады 1 бөлінген R1 қосылған 1 бөлінген R2 қосылған 1 бөлінген R3. Көрдік па? То есть, наяқтамызға просто 5 қосу 5 демізға қоса салдық қой, 15 дедік, например, мысалға. Әртүрлі сандай просто тізбектеп қоса салатын болсақ, ол тізбектей деген сөз. Но если бөлшекпен қосатын болсақ, уже ол бізге параллель деген сөз. И параллель осы жермен көбінесе шатастырады. Бірақ бұл жерде тоже самое әдемі ыңғайлы сәттері бар бұның да. Мысалы, бірнеше жағдайы, мынау жағдайды айтайын. тоже самое егер R1, жаңағы R2, мысалы R3, N бөлінген болады. R4, бәрі тең болса, и бізде общий кедергілер саны n болатын болса, уже не істейміз бұл жерде? Уже бұл жерде бөлеміз. Общий тізбектің санына, шам санына бөлеміз. Жалпы кедергіні табу үшін R-ді n-ға бөліп тастаймыз уже. То есть параллель деп айтса, уже бөлеміз. Тізбектей десе, көбейтеміз. Осы нәрсеге зер салып мұқият мән беруіміз қажет. R бөлінген n. Мысалы, мынандай жағдай, например, астына мән беріп қарайтын болсақ, мынандай жағдайлар ғой. Мысалы, айтады, кедергінің мәні, бір ғана кедергінің мәні 60 Ом дейді, например, 60 Ом. И тура осындай кедергіден бізде айтады, 10 штугы бар дейді. И бұлар параллель жалғанған бір-бірімен, жалпы кедергіні табыңыз дейді. И ойланбаймыз, просто не істейміз, 60-ты 10-ға бөліп тастаймыз бұл жерде. Қанша болады? 6 болады. 10. То есть тура осы есеп, бірақ жауабы 600 болатындай кездер бар, дұрыс па? То есть варианты 600 деген вариантта тұрады. Адам ойланады, если мына форманы нақты білмесе, екі қасиетті білмей қалса, уже не істейді, ойланады. Либо 600, либо 6-ны белгілейді, екеуін біреуі. То есть если параллель десе не істейді екенбіз, оларды бөліп тастаймыз, егер тізбектей десе, оларды көбейтеміз. Жалпы мына нәрсе, мына қасиет қой, параллель жалғанған кезде кедергілердің мәні соңында аз болады.
басқа кедергілердің мәндеріне қарағанда, R1 R2-лерге қарағанда салыстырғанда аз болады R жалпы. Ал мынау тізбектейде наоборот көбейеді. Қалған кедергілердің мәндерінен R1 қоса R2-ден көп болады. То есть параллель жалған кезде кедергі аз шығады. То есть мысалға мынау нәрсе ол, бұл өмірде, то есть үйде тұрмыста қолданудың себебі, параллель жалғануды қолданудың себебі де осыда да. Параллель жалған кезде кедергі аз шығады. Көрдік па? И бізде үйде тұрмыста желательно кедергі аз болған жақсы, чтобы свет нормально жану үшін. Поэтому тұрмыста соны қолданады. Кедергі аз болған желательно. Ал ана тізбекте жалғанатын жағдайлар енді бұл көп лампочканы қолданған кезде көбінесе тізбекте жалғайды. Мысалы бір үйдің ішін емес, мысалы бірнеше үйді жалғаған кезде, мысалы бір столбыға келіп жалғаған кезде тізбекте жалғайды, например. 21 көшеде мысалы қанша 30 үй болса, 30 үйді әкеп бір столбыға жалғай салған ыңғайлы да. Уже олар тізбекте жалғайды. Елканың свечасы жаздырдыңдар. Елканың свечасы сондай мысалға, қанша 50 лампочка бар мысалға. Елка кішкентай 50 бар, например, да. Олар тізбекте жалғанады. Былай ақ көруге болады, тізбекте жалғанып тұрған. Олар мысалы тоже сондай бір лампочка мысалы ішінен күйіп қалса или бір лампочка ішінен бұрап алсаң, қалған 49 өшіп қалады автоматын сразу. Жарамсыз болып қалады. Поэтому ондай лампочкалар арзан болады. То есть сол гирлянда деген нәрсе арзан болады. И сол поэтому біз бір жылда оны всегда көп ауыстырамыз. Жыл сайын, то есть көп новыйын аламыз да, елка қоятындар болса. Енді қарайық. Мынау параллель жалғануда егер деген екі жағдай бар. Егер деген екінші жағдай. Қараңыздар. Егер 2 анау. Егер 2. Ремонт болады ар жақта. Стройка отыр. Кімде стройка отыр? Егер 2. Қараңдар. Егер 2 деген жағдай бұл егер есепте екі ақ кедергі берілсе, то есть R1 R2 екі ақ кедергі берілсе деген жағдай. Онда ол жағдайда біз не істейді екенбіз? Онда ол жағдайда біз есепте просто параллель жалғанған дейді, еще екі ақ кедергі беріледі. Ондай жағдайда біз не істейді екенбіз? Ол жағдайда біз R жалпы тең үстінде сол екі кедергіні, берілген екі кедергіні көбейтеміз да, ал астында сол берілген екі кедергіні не істейміз? Қоса саламыз. R1 қосылған R2 болады. Мінекей. Көрініп тұр ғой ана форма, астына жазған, То есть есепте екі ақ кедергі берілсе, үстінде екеуін көбейтеміз, астына екеуін қосамыз. Не желательно екі кедергі берілсе, осы формаға салған дұрысырақ болады. Енді мынау біріншіден шығып жатыр, негізі по идее сол форма. Просто осын қолданған ыңғайлы, желательно дұрыс па? Чем ортақ бөлім беріп жүрген, всегда не вариант болса, ол уақыт алады біріншіден. Екіншіден ыңғайсыз. Жақсы болсаң жақсы. Так, енді қараңыздар. Қазір жазып аласыңдар. Қараңдар. Мына нәрсеге мұқият мән берейік қазір. Мысалы мынандай мынау суретті бәріміз жақсы білеміз, мысалы көп келетін сурет по идее ше. Ол мынандай ауызша сұрақпен келеді, бәрі тауып қоя береді да. Но есеп болып келсе ойланып қалады бәрі. Қараңыздар. 2 4 деген ба? Параллель деген ба? Ясное дело, что параллель деген. Ағай. Ау. Осындай сурет салдыңыз осы ше, бірінші тізбектеде. Иә. Сол жерде параллельге де жатады ма ол? Қайсы мынау ма? Иә. Өйткені ана жерде R2 мен R4 параллельді. Жоқ, бұл уже мына жақта бұл R2 мен R4 параллель болады. Қай кезде егер екі жақ тұйықталып қалса, мысалға мынау R2, например, и мына жақта R4 болса, екі жағын бүйтіп тұйықтап қойса, міне уже параллель, көрдік па? А мына жерде тұйықталып тұрған жоқ, бұл параллельге жатпайды. Біз просто ана 4 кедергіні алтайшы, бүйтіп домалақтай салдық та. Гирляндыда жаңағы 50 лампочканы әкеп 4 бұрыш істеп қойған сияқтысың да, ол ештеңе істетпейді. Ол тұйықталған қиылған, қосылған жерлер маңызды рөл ойнайды. Мысалы қарайық мына есепті. Көрдік па, мына жақта мысалы тоқ келіп тұр ғой, мына жерге көрдік па, екіге бөлінеді. Уже мына екеуі параллель. Я мысалы тестте келеді осы жерге 1 2 3 4 деген қайсысы параллель, қайсысы тізбектей деген сияқты. Өтірік есеп. 3 пен 4 параллель. Иә. Өтірік есептер бар. Қараңыздар. Мысалы, например, айталық сізде, мысалға, например,
мына жер 80 кедергі, 80 Ом болсын. Мына жер бізде 20 Ом болсын. Көрдік, мынау 80, мынау 20 Ом. Мына жер бізде 30 Ом болсын. Мына жер бізде 20 Ом болсын. Жалпы кедергісін тап дейді. 66 ма? 200 ба? 200 Ом бола ма? Болады да. 200 Ом бола. Ана екеуі 50 болады. Анау 1600-ді 100-ге бөлеміз. 160. 160 оған 50 қосамыз. 200. 200 болады. 66 болады. 66 болады. дұрыс. 66 деп айтқан красавчик. Ой, красавица дейді, молодец. 66 Ом дұрыс. Қараңыздар. Мына есепте мән беретін нәрсе не ол? Бірінші, всегда есептерде енді негізі бірінші тізбекте жүру керек, сосын параллель жүру керек деген нәрсе жоқ, ондай шарт емес та. Ең бірінші анау ішінен бастау керекпіз, ішінен сыртына қарай баруымыз керек. Мына екеуін шешіп алмай тұрып, ана басқа есеп шықпайды, дұрыс па? Ясное дело. Мына екеуі біріне параллель жалғанған, үші екі кедергі берілген. Біз қай жағдайды қолданамыз? Бір мына соңғы жағдайды қолданамыз міне. Көрдік па? То есть R1 көбейту R2 астында R1 қосу R2. То есть 80 көбейту 20, мынаяқта 100 екендігі анық. Сөзі 16 шығады. 16 шығады. Ауызша табуға да болады, дұрыс па? 16 Оңға бөл жер. 100-ге бөлеміз, 100-ге. 16. Оған ана 50-ді қосты. Оған мына екеуін қосыңыз, итак бізге уже 50-ді беріп тұрғандығы анық, и оны апарамыз да 16-ға қосамыз. Сөзі бізде уже 66 шығады. 66. Айдан көрдік қой, 66 Ом шығады. Осындай есептер. Енді қарайық. Мынау тестте көп деп жүрген есеп. Көп шығарамайтын есепті. Пайди оңай есеп, бірақ көп шығарамайды, қараңдар. Просто ой, мынандай нәрсе ғой, жаңа біреу айтты сол есеп пайди, сан мәндер кажется сол есеп қой, 2, 4, 6 бір бөле деп жатқан кім еді? Аймен. То есть мынандай нәрсе да, мысалға. Ол есеп келеді, не үшін оның көбісі шатаса береді. Ол жерде кажется график қорқытады адамды ше, дұқтан құлатады. Бүйтіп сан беріп қояды. Соныяққа тағы да біреуін беріп қояды. Соныяққа тағы біреуін беріп қояды. Сонан бәрін бір топқа үйді. Параллель емес па бұл? Бұл үшеуі уже параллель екендігі анық. Сосын кейін барып, бай тағы бір кедергіні беріп қояды. Қарандарға нәре тағы бір қызық болады қазір. Ой, нәгеген жағына сұра берген. Әр параллель болып кетті ғой. Только түпсінде кетпей ғана. Делать нечего. Мысалы, Найсыпхан, мен нәрге екі есепті қосып жерін пайди. Негізі, мыналары бір есеп. Әдем. Кейін мынау. Бір қарасың. Сіз екен бағай. Сол жа тиіп кет жаңа сөз. Мысалы, қарандар, есеп келеді там, сан мәндерін береді. Нер 24, нер 24, нер 24, мына жер 12. И үстеп тағыны мына жерге бізге сан береді. И бұл санды бізге айтады 30 деп қояды. То есть осы жалпы осы сыйымдылық, осы графиктің жалпы кедергісін табыңыз дейді. Мына 8 болмай, параллель. 24-ті 3-ке бөліп. Мына үшеуін 3-ке бөліп таза жібересің. физиктер 8 қылып көретін аны. Иә. Эйнштейннің, Ньютонның ұрпақтары 8 қылып көретін аны сразу. Анамен ол қосылады 20 бар. Там бұл 8 апарып, 12 апарып месейді қосады. Қанша болады? 20 болады. Уже тұйықталып қалып көрдік па? Параллель. Уже параллель деген сөз, молодцы. Значит, 20-ны апарып 30-ға не істейді? Параллель. Қосамыз, көбейтеміз да. Бірінші көбейтіп, одан кейін 50-ге бөлеміз. Екен қос. Сонда 12 шығады. 12 шығады. 12 Ом шығады. Міне, көрдік па? 12. Насыз ба, более-менее В мен С деңгейінің ортасында жүрген есептерді, ну. То есть, максимум осы ең қиын есеп осы дөп келеді. Оботын форматында. Неше түрлі кедергі сызбалары бар, схемалары. Ну, ең бастылар осындай графиктерді білсек уже нормальный нәрсе да. Тағы бір соңғы бір мысал болсын, қараңыздар. 170-ке бөлсе 12 шықпайды. 70 емес, 30 ол 50 деп айқатлеспәй. Бәрі 30 ғой, кім 50 деп жазып қойған? 50 емес ол 30 ғой, кім 50 оқып көріп отыр?
Мұхаммед. Ердәлетте бір жазған та. Эми ауызша айтты. Сразу қосылды. Әйгерім жазған ға. О, адам андай Әдейі. не ойлап тұрады, соны жазып жібересің кейде ше. Мен Әйгерім әдейі жазған ғой, сізді жаңағыдай ашып көздеу үшін. Өз сондай әдет бар анда сонда. Білгенім ше сондай, бірнәрсе сондай не екен. Бля, не болып кетті. Так, мейлі. Шында кеттік. Үй жұмысына құдай қаласа осы схема, тек қана схема байланысыр, 10 есеп беремін, окей? Тек қана схема ішінде 10 есеп. 10 есеп береді. Қандар. Ма? Иә. 100 есеп, бір-біріне айнымайды 100 есеп бергенше, бір-біріне әше ұқсамайтын 10 есеп беремін. Кеттік. Енді жалпы кедергінің разборы бітті, енді келесі сыйымдылықтың разборы. Бір мысал көрсетем деген едім ғой, көрсетпейтін болып шештім. Соны күтіп отыр. Так, қараңдар. Сыйымдылық енді. Назархан отсын ма, Назархан? Назик? Иә, осы жерден. Маған тағы да Нызам Исладың бір жігіт отыр еді ғой? Одан бастадың, басқа адам жоқ. Атын айтуға қорғасын, Назарбай деген, Назарбай. Назарбай емес, Назархан. Назархан бағай. Назарбай деген тағы біреу болды, серьезно айтамын. Ержан Назарбай ма? Назарбай деген біреу бар ғой, менен басқа бар. Ержан Назарбай ма? Сол Новойдан келген. Фамилия сой, Назарбай. Новойдан келмеген, жүрген ғой. Мейлі. Нақ кірмеді сол. Бағана кірді ол, қабылдадың, мен түрін көріп шошып кетті ма, түсінбей алдым. Ол кім? Айғанның даусын Жоқ, ағай ол звукты басамай қалды ғой, сіздің даусыңыз естіге қалды па идея. Бәсі. Мейлі енді. Бұйырмапты бұл сабақты көру оған. Ссылкасын тастаймын айтпақшы. Кеттік онда. Енді келесі. Ошын, өшіра кімсіз да білдіреді ол. Так. Келесі нәрсе, мәңді бір нәрсе тұрсанда мен ерім атетші, кәй өшіріп бесенші. Өшірнеш. Өзім өшіресілам. Жоқ. Үйрен алсам өшіреді дұрыс болды ше. Так. Ендігі мәселе не еді? Ендігі мәселе сыйымдылық еді. Все, қарайық. Сыйымдылық. Кедергі болса бізде, бұл сыйымдылық. Кедергі. Ал сыйымдылық. Кедергі сыйымдылық. Жалпы сыйымдылық деген нәрсе. Сыйымдылық кедергі десеңші. Сыйымдылық кедергі бүгін солай аяқталып деп жалпы. Мен ағайында басқа қатты ойлаптым. Сөйтіп ойлап қалдым. Бір кезде күле жіберген сен айдым. Все, понятно дедім да. Қараңдар, сыйымдылық. Сыйымдылық деген нәрсе не ол енді? Сыйымдылық. То есть кедергі деген нәрсе, енді бұл біз мағынасын особо бүйтіп ашып көрсетіп берген жоқ, но сонда в принципе түсінікті болды. Сыйымдылық енді ол мынандай ұғым. То есть кедергі деген нәрсе аты қорқынышты болғанымен ол болу керек. Өмірде де ол бар адамда, дұрыс па, әр адамда кездеседі ол нәрсе, и ол тоқтада сонда кездесу керек. Ол зарядтың алдында кедергі тұру керек ол. Тұрмаса оның да зияны болып кетеді. То есть кедергі бір белгілі мөлшерде болу керек. Сыйымдылық деген нәрсе енді бұның зияны жоқ, бұның тек қана пайдасы бар нәрсе. Кедергі мысалы көйіп кетсе зияны болады. Кедергі азайып кетсе зияны болады. Белгілі мөлшерде ғана болу керек, ол определенный. Сыйымдылық енді бұл көбірек болса тегі жақсы. Сыйымдылық. Бұл енді зарядтарды өзіне сақтайтын нәрсе. То есть бағанағы тоқтар келеді, жай кедергіден өтіп болғаннан кейін сыйымдылыққа келіп құйылады, ол зарядтың бәрі келіп құйылады. Сыйымдылықтың қазақша мағынасы батарейка. Ағай өлтірді ғой. Батарейка орысшасы, наоборот. Қараңыздар енді. Батарейка. Қазаққа орысша айтсаң түсінеді дейді. Енді бұл батарейка деген нәрсе не ол? Батарейка деген нәрсе телефонда болады, жаңағы. Пультта болады, сағатта болады, ілініп тұратын, қол сағатта болады. В общем, біраз жерде болады нәрсе, сыйымдылық. Батарейка, оның сыйымдылығы болады, сол батарейканың. То есть батарейканың өлшемі сыйымдылықта, то есть қаншалықты ішіне сия алатын өлшейтін аспап фарад. Точно кедергі сияқты, резистор деп айттық қой, бұны батарейка деп айтамыз да. Сыйымдылығы соткада болады ма? Соткада да болады. Ғылыми түрде конденсатор деп қойсаң.
конденсатор деп жазып қойсақ болады, то же самое. Ғылыми түрде. Конденсатор. То есть, жаңа ғылыми түрде резистор деп айтсақ, бұны біз ғылыми түрде конденсатор деп айтамыз. Түсінікті түрде батарейка. Бұл екеуінің де өлшемін сыйымдылық есептейді. Енді қарайық. То есть, біз телефон батарейкасы бар, ішіне белгілі заряд сияды, қаншалықты зарядтың сиятындығын анықтайтын шама аппарат. Сыйымдылық көбейген сайын, әрине ішіне заряд көбірек сияды. Бұның енді негізгі схемасы, тестта күйілетін формасы мынандай формада болады. Мынандай екі таяқшадан тұрады. Бір таяғынан плюс кіреді, бір таяғынан минус кіреді. Дәл осындай бірнеше таяқша болуы мүмкін. Плюс-минус бар. Плюс-минус бар, тағы да бірнеше таяқша болуы мүмкін. Мен қанша конденсатор сыздым нәрде? Төртеу. Біреулер бұны төртеу қылып көреді, біреулер бұны үшеу қылып көреді. Үшеу ғой. Молодец. Үшеу. С1, С2, С3. Ағайна батарейкада плюс-минус деген тұрады, солар осылар ма? Дәл сол ғой, дәл молодец. Ақылды екен. Главное, неге қойып қойшы. Эйнштейннің ұрпағы. Қараңыздар, батарейканың бір жағы плюс, бір жағы минус болады. Аккумулятор тоже бір үлкен батареялардың бірі де, конденсатордың бірі аккумулятор, бір машинаның полностью электричествосына жауап беріп отыр. Батарейка, бір пульттің батарейкасы. Если ода, мысалы, біздің неде пультта батарейка болмаса, сыйымдылық болмаса, біз ол пультты всегда тоққа сұқ қойып ауыстырып отыратын едік. Ода батарейка болғанның арқасында оны біз тоққа сұқпаймыз. То же самое телевизорда, мысалы, телевизор, элементарно телевизорда сыйымдылық конденсатор бар ма, жоқ па деген сұрақ туындайды. Телевизорда. Бар ма, жоқ па телевизорда? Жоқ. Телевизорда болмайды. Жоқ. Тақтайтын болады, минимальный размерді. Минимальный, оны енді генератордың бөлшегі ретінде ғана қолданады, но официально ондай конденсатор деген нәрсе, ол заряд жинап тұра алмайды, бойына. Мысалы, ноутбук жинап тұра алады. Заряд жинайды, жұмыс жасайсың онымен. Телефонда тоже солай, всегда карман зарядчик жүрмейсің ғой телефонда. Телефон бұрын батарейка, Nokia-лардың батарейкасын көріңіздер, білесің, сары болатын, мына жағында 3 сары тұратын, и плюс-минус. Шыққан дедің едім. Ход сол жерде, тек қана сол жерден ғана заряд кіреді. Басқа жерден мысалы заряд тигізсең кірмейді заряд. Именно сол жерден есігі бар, сол жерден кіреді. Артында сим-карта тығатын жер бар. Батарейкасын ашып алады. Ал қазір телефондар түсінбейсің, батарейкасы қандай екенін. Бар екен. Артын ашпақты номер қақа салатын білмейсің ғой. Даже телефондарды қазір байқайсыңдар, телефонда өшіру қиындап қалады ғой, өшіріп тастаушы, отключить деген бар ғой, выключить деген нәрсені басу қиын ғой телефондарда. Енді қарайық. Скринді айтпай-ақ қойын вообще. Біреулер телефон ұстап білмейтін жатқандар қаншама скрин қалай жасайды. Енді бізде С1, С2, С3 деген сыйымдылық бар. Бұл жерде енді мынау бірінші түрін жазып қойған тұғын тізбекте бұл. Мынау сызба бізде тізбекте. Всегда бірінші тізбектеден бастап түсіндіріп отырмын. Бірінші түрі тізбектей түрі міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген. Қанша батарейкадан тұрады, сонша сыйымдылық болады. Біздің в основном пульттар средний екеуден болады. Көбінесе екеу, үшеу болады. Ойыншықтарда болады. Кукла ойыншықтары өлең айтатын артында. Домалақ тілдері болады. Үшеу, төртеу болады тоже. Тізбектей. Тізбектей жалғану. Көп батарейкалар тізбектей жалғанбайды, параллель жалғанады тоже самое. Енді қарайық. Егер тізбекте жалға десе, бұл жерде енді мысалы кедергі наоборот жүреді бұл жердегі бір ерекшелігі. С1 бөлінген С жалпы тең 1 бөлінген С1, қосылған 1 бөлінген С2, қосылған 1 бөлінген С3. То есть бұл жерде тізбекте десе наоборот бөлшек болып кетеді, көрдік па? Кедергіде біз тізбекте десе наоборот қосқайық қой былайынан. Ал бері наоборот, тура кедергінің параллелі сыйымдылықтың тізбектей орындар ауысып кеткен екен. Мысалы, мынандай есептеледі, қарайық. Например, бізде берілсін, бірінші сыйымдылықтың мәні бізде болсын шамамен 2 микрофарад деп қойық. Негізгі өлшем бірлігі фарад, микро деген енді аз мөлшерде жүреді сыйымдылық деген. Минус 6 дәрежесі. Молодец. Екіншісі 4 микрофарад болсын. 6 мынау. Алма бізде 12 микрофарад болсын. Айтқан істемейсің ғой. 12 болсын.
Енді қарайық, мынау сыйымдылықтардың мәнін есептеу үшін біз не істейміз? 1 бөлінген с жалпы тең. 1 бөлінген, қарайық, мынандай ой келеді, мысалы, с1, с2, с3 берілген, жалпы сыйымдылық табыңыз дейді. И бұл жерде мына нәрсеге мән беру керек, микроларын айналдырудың қажеті жоқ. Сосын микро, нано. Сол күйінде қалдыра берген дұрыс. Просто коэффициенттерін ғана алу. 1 бөлу 2 қосу 1 бөлінген 4 қосылған 1 бөлінген 12 деген секілді. Ортақ бөлім қаншадан береміз? Ортақ бөлім біз береміз 12-ден береміз. 12 16 болады. Мынақа 1-ден барады, мынақа так 3-тен, мынаған 12-ден 16 болады. 6-тан 10 болады. 10 болады. Мен 1 деп есептеп кеттім. Ой, ердәлі диат болды оны. 5-тен 5-тен 6 болады. 1,2 болады жауабы. Еще мына нәрсені ұмытып кетпеуіміз керек, міндетті түрде орындарын ауыстыру қажет. Осы жерде 3 адам түсінбей, наверное, не үшін орын ауысты деп. Көбісі бері 0,12 деп ойлап қалды жауабы, бірақ шын мәнісінде жауабы 12 бөлінген 10, бұл деген 1/2 микрофарад мінекей. Сальто айналдыру керек екен. Не үшін? Өйткені біз 1 бөлінген с жалпын таптық, ал негізі табу керек бізге с жалпының өзін, дұрыс па? 1 бөлу с жалпын тап деп сұрамайды ол бізден. Бізден таптық с жалпын, поэтому екеуін де орын ауыстырамыз. 12 бөлу. Всегда солай. 1/2. То есть ортақ бөлім беріп шығарған кезде соңында осы орын ауыстыруды ұмытып кетпеу қажет. Енді амал жоқ, ортақ бөлім беріп шығарасың, қай кезде егер мысалы 3 либо 4 кедергі әртүрлі мәнде берілсе, амал жоқ, осылай шығарасың. Но берді андай болмайды, мысалы жаңағыдай кедергі 50 кедергі, мысалы бердік, жаңа 10 кедергі бердік, енді берді ондай сыйымдылық болмайды, көп сыйымдылық болмайды. То есть бұл жерге егер деген жағдай қолданбай қойсақ болады. Бірақ мына форманы тоже берге жазып қойсақ болады, ол форманың никогда зияны болмайды. С жалпы тең 2 сыйымдылық берілген кезде деген, с1, с2 астында с1 қосу с3. С1 қойды с2, астында с1 қосылған с2. То есть, если есепте 2 сыйымдылық берілсе, вот осы формаға қоя саламыз. 2 сыйымдылық берілсе. Уже 2-ден көп берілсе, уже не істейміз? 1 бөлінген. Параллельді әшін қоса саламыз басында. Сонда параллельді қоса саламыз. Асыл. Енді қарайық. Енді бұл бізде сыйымдылық. То есть, мынандай барлығы тізбектеліп жалғанатын болса, бізде формула осындай болады екен. Енді екінші түрі параллель жалғануға байланысты түрі. Мынандай нәрсеге бұл жерде мән беруіміз қажет. Параллель. Бірінші түрі тізбек, екінші параллель. Енді уже сыйымдылықтарды параллель жалғаңыз деген есептер келсе, уже қуана бересің. То есть бұл жерде параллель деген наоборот ыңғайлы болып келеді. Қоса саламыз жағына. Бұл жерде тоже бірақ сызба тура сол ортақ. Бұлай ғой негізінде ортасында жоқ. 3, 4, 5, 6 кете беруі мүмкін. Бұл жағдайда әрине бізде өте ыңғайлы. Мына бізде с1, мына бізде с2, мына бізде с3 кедергілер болса, жағынан не істейміз? Қоса салады етеміз. с1 қосылған, с2 қосылған, с3 дегендей. Жағынан қоса саламыз. Бұл жерде егер деген жағдайлар берілерде қолданбайды екен біз. Просто с1 қосылған с2 қосылған с3. То же самое микро, наномен келетін болса, айналдырудың қажеті жоқ, просто қосып саламыз. Мысалы, біріншісі 4 нанофарад, екіншісі 8 нанофарад, үшіншісі 10 нанофарад дейді, например. Жалпы сыйымдылығын табыңыз дейді. Қанша болады? 22 шығады, 22 нанофарад. Просто не істейміз? Қоса саламыз. Егер параллель деп айтса, уже тізбекте десе 1/4, 1/8, 1/10 деп шығаруға тура келеді. Енді осы тізбекте мен параллельдің бір формада келетін жағдайларына зер салайық енді. Так, жазып үлгеріп деген ойдам. Енді қарайық. Қайтадан ораламыз. Мынандай жағдай бізде. Мінеке, бір сызба, бірақ ішінде и тізбекте де бар, и параллель де бар. Что там, қожа?
Тыныш па бәрі? Мейлі. Келесі. Былайынан беріп қойық. Чүк. Такс. Так, енді бізде сызба осылай. Және бізде берілген сызбамыздың формасы осындай болады екен. Айтады бізге бірінші мына екі кедергінің мәні, то есть сыйымдылықтардың мәні. Так, бірінші сыйымдылықтың шамасын, сан мәнін беріп қойық. Ол бізде шамамен болсын 30 болсын. Мына бізде 30 болсын. Ал мына жер бізде 5 болсын. Және мына жер бізде 10 болсын. Осы сызбаның жалпы сыйымдылығын табыңыз дейді. Мынау суреттің, графиктің жалпы сыйымдылығын табуымыз қажет дейді. Бірінші ана төбесінде тізбектеліп аламыз ғой. Ең бірінші мына 15 болады. аламыз керек, Бұл бізде 15 болады. Мынаны ойланбай айта салуға болады, тура 20 болады, ананы қосатын. бөле салуға болады. Параллельді қосатын болады. Плюс 15 тапады, 5 деп қосасын. параллель жалғанады. 20. Қосылады, қанша болады? 20 болады. 20 болады. Кейін тізбекте болып кетеді. 20 10-ға уже бір бөлінген 1 бөлінген 10. 30 болып қалды. 200 бөлінген 30 болып қалды. Мына жерін дұрыс құрмай қалдым, еш нәрсе етпейді. 200 бөлеміз 10 шығады. 10-нан 7. Ой. 10-нан 6-да 7 ғой, где-то, болмай қалды. 6-да 7 фарад деп қоясылар. Мен әшейін қоса салып жатырмын ғой, екеулік болғанға. Қараңыздар енді. Сөз берді, ең бірінші мән беретін нәрсе не ол? Міне. Бірінші мынау екі сызба тұр, мынау 30 пен 30 дегені, бірінші осы екеуін жалғап алуымыз керек. То есть бізде былай сызба тұр, мынау 10 болып қала береді. Өтеді. Міне, мынау да бізде бір сызба болып қалу керек та. И ол бізде 15 болатындығы анық, 15 болып қалады. И бізде мына аяқта 15 итак тұр да, көрдік па? Мынау 15 итак тұр бізде. Сурет сәл асыға түсіп кетті, мен еш нәрсе етпейді. Көрдік қой, То есть ол 15, мына екеуінің 30-15-ті беруі, 30-15-ті беруі, ол мына формамен де шығарып көрсек болады. 30 көбейтілген 30, астында бөлінген 30 де 60 деп. Ана екеуін көбейтіңіз бізге 900-ді береді, бөлесін осыны 60-ға тең 15 шығады. Либо біз білетінбіз жаңа, егер екеуін мәндер бірдей болса, оны просто 2-ге бөле салуға болады. Жаңа кедергіде мұқият тыңдап отқандар болса, тура сол қасиетін әрге де қолдана берсек болады. Ол математика, ол бұл жерде бар нәрсе. Енді қарайық, бұл жерде 15 шықты бізде. Мына бізде 15 деп қойып, оны 5 қой мына жерде. Осыны түсінбей отырсыздар ма, не үшін 15 деп? 5 екен ғой. Бірдің суретке қарап отыр ғой. Жаңа есеп деп отырмын ғой. Жоқ, мына есептің жалғасы ғой. Просто бірінші 30 пен 30 15-те береді. Оның астында 5 тұр бізде. Ал енді 15-те 5-ке параллель жалғаймыз. Ол бізде просто 15 қосу 5, ол бізге 20-ны бере салады. Ал енді бізде бір сыйымдылық 20-ға тең болды. Үшінші жақта тағы бізде өзінің бір сыйымдылығы бар еді, 10 деген, көрдік па? Мынандай бір сыйымдылықтар шықты. Уже бұлар тізбектей. Көрдік қой, 10 мен 20 тізбектей. Олар жалған кезде мен былай жалғаймыз. 20 көбейтілген 10, астына 20 қосылған 10 деген секілді. Өзі бізде 6-да 7 шығатындығы анық. Жоқ мәміне. Көрдік қой, то есть осындай жағдай келеді, ең бірінші үстіндегіден бастау керек, мен тізбектейден бастау. Бірінші ішінен бастау керек, ішін әрі. Одан кейін барып, кезек-кезек кете береді. Так, қазір бұған байланысты тағы да біраз есептер қарастыратын боламыз. Сәуле апай кірмеді ғой. Сосын жаңа бір аудио жіберді, бірақ тыңдай алмай тұр ғой. Мейлі оқушылар кірсін деп жатқан шығар. Так, айтшы жаңа жерсіңдерші. Енді қарайық, қатаңдық. Так, сыйымдылық бітті осымен бізде. Мына бізде сыйымдылық жалпы понятное дело, тура кедергіге ұқсас, бірақ кедергіге қарама-қайшы жүреді. То есть тізбекте десе уже бөлшекпен кетеді, параллель десе просто тізбектеліп жай ғана қоса салады екенбіз. Ал кедергі керісінше тізбекте десе, тізбектеліп қосылатын, как она есть, параллель десе бөлшекпен кетеді. Енді жалпы бізде осы бүкіл осы физикада саған қандай да бір тізбекте жаңа параллель жалғауға байланысты есептеп келсе, соның үшінші түрі ол бізде енді қатаңдық болып келеді.
Ой, микрофон. ашуланмаңдаршы. Кім ол? Енді қатаңдық деген нәрсе. Соңғы үшінші тізбекте параллель жалғануға байланысты соңғы үшінші жағдай ол қатаңдық. Жалпы бізде қатаңдық деген нәрсе бар. Қатаңдық дегенді біз белгілейміз К деген әріппен. Қатаңдық К. Серіппенің қатаңдығы кәдімгі. Бұның негізгі өлшем бірлігі бізде болады екен ньютон бөлінген метр. То есть бұл бізде электродинамикаға мүлдем қатысы жоқ, сыйымдылық кедергі мүлдем қатысы жоқ, бөлек бір элемент қатаңдық. Бұл механикаға более-менее керек қолданылатын зат. Қарайық енді. Қатаңдық. Қатаңдықтар тізбекте и параллель жалғауға болады. Заңды нәрсе. Жалпы қатаңдық ненің құрамында болады енді соған тоқталайық. То есть біз сыйымдылық ненің құрамында болатын понятный нәрсе, кедергі қайда болады тоже понятный нәрсе. Енді қатаңдық деген нәрсе қандай жерде болады? Қатаңдық дегеніміз ол жалпы пружиналардың құрамында болады, белгілі бір ответный бір күш жұмсайтын денелерде болады өздігінен. Тербелетін мысалы пружиналарда болады. То есть мысалы бізде пружина деген, мысалы мынандай пружина болсын бізде. Сана бізде пружина болсын. Мына бізде пружина. Пружинаны бүйтіп астынан ұстап, мысалға тартсаң бағара, ол созылады, дұрыс па? Иә. Созылады, олар жіберіп қаласың, қайтадан орнына келеді. Соны қайтадан орнына әкелетін бір күштік ұғым ғой қатаңдық деген, көрдік па? Қатаңдық көбейген сайын ол Ана бір ойыншық бар еді ғой. жиырылады. Оның қатаңдығы жоқ шығар, ұшып жүреді ғой. Иә, қатаңдығы бар, бірақ аз ғой, өте аз. Вообще жоқ деуге де болады, ең аз қатаңдығы аз. Еще шатасып кетеді ғой, жарамай қалады. Енді қараңдар. Бізде мынау мысалға, например, мынау бізде енді бір серіппе болып тұр, пружина болып тұр. Осы пружинаның мынандай бір қатаңдықтың өзінің мынандай бір несі бар да, қасиеті бар. Осы қасиетін тоже көбісі андай шатасып, бір біліп алсаң андай бір пайдасы бар дүниеде. Мынау тұрған мысалы серіппені алып, ортасынан қиып тастайсың ғой, кесіп тастайсың ортасынан. Ортасынан осы пружинаны кесіп тастаған кезде бұл екі пружина шығады осында, дұрыс па? Біреу мынандай пружина шығады, тағы да мынандай пружина шығады. Қатаңдығы азайып кететін жер. Мынандай пружина шығады. И осы жерде азаймайды ғой. Азаймайды ғой, сол күй болады. Осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Осының қатаңдығы неге тең? Бөлінген екі дененің қатаңдықтарын табыңыз деген. То есть бастапқыда мысалға айталық, бізде мынандай болсын. Бастапқыда мынау дененің, мынау пружинаның тұрған пружина в целом қатаңдығы К болсын бізде. Кейін ол серіппе екіге бөліп тастады. И бөлінген серіппелердің қатаңдықтары неге тең? Менікі азаятын сияқты болып тұр ойымша. Қатаңдығы көбейеді емес па екі? К болады. Иә, бұл жерде и варианттар болады. Мына тестте көп келетін сұрақ. А, Б, С, Д 5 вариант болады. К деген вариантта бар, К бөлу 2, 2К, және нефтему 4К-ны қойып қойған. Или вообще өзгермейді. Өзгермейді, иә? Өзгермейді. Бөлсе де сол қалпында қалады ғой қатаңдығы. Тіпті ұзындығы ғана. Енді қарайық. Белгілі бір пружинаны, мынандай бір қызық дүние бар бұл жерде. Белгілі бір пружинаны ұзындығын қысқартқан сайын, пружинаны қысқартқан сайын, оның қатаңдығы көбейе береді. То есть, мына бізде ұзын бір пружина болса, ортасынан кесіп тастасақ, оның қатаңдықтары 2К, 2К болып бөлінеді екен ғой. Иә, айттым ғой. Көрдік па? Мысалға айталық. Тура осы пружина. Так, не қасақ. Мысалы, тура осылай бір пружина бар бізде. Пружинаны 3-ке бөліп тастадық бұлай. Шесе. Сонда әр серіппенің қатаңдығы 3К болады. 3К болады. Негізі көбісі белгілейтін вариант мынаны белгілейді, К бөлу 2-ні белгілейді. То есть енді К значит бөлсе К бөлу 2 деген сияқты ой келеді, примерно емес па? Или бағана тоже разумный, кішкене терең ойланып кететін болсаң, как бы өзгермейтін сияқты, бері соғап қалатын сияқты ой келеді да. Но шын мәнісінде олар көбейеді екен. Бөлінген сайын ол дененің қатаңдығы көбейе түседі. Басында оның қатаңдығы К болса, бөлінеді 3К. То есть еселей көбейе түседі. Енді қарайық. Қайдан біліп жатыр 3-ке бөлінген? Тест айтады өзі 3-ке бөлді дейді ғой.
қатаңдығын 2 есе неғған кезде қандай болады деген. Мысалы Неғған кезде К ма? деген қатаңдығы бар серіппе 3-ке бөліп тастады десе, значит сен 3К деп айтасың. Жауабын К бөлу 3 емес та. Түсінікті ғой? Мысалға К деген серіппе бар. К деген серіппелі денені 2-ке бөліп тастады десе, значит 2К болады. Мына мысалға қараңдар, тағы бір сұрақ, мына жерде разумный тағы бір сұрақ туындайын деп тұр. Дебат болады кез. Қараңыздар. Мына бізде серіппе 2К деген серіппе. Осы серіппені 2-ке бөліп тастадым мен. Қаншадан бөлінеді? 4К болып бөлінеді. Ей, молодец. Математика қой. 4К. Дұрыс, 4К и 4К болып бөлінеді. 4К тағы бөліп тастадым. 8К. 8К, 8К. Көбейе береді. Мына 3К-ны 2-ке бөліп тастадым. 9. 9, 6К десей. 6. 6К болады, көрдік па? Вот, осындай нәрсе. Бөлген нәрсесіне көбейте салған жасында. Бөлген санына көбейіп жібересің. Бөлген санына көбейіп жібересің. Ағай, Ау. Қой, бірінші қыз кім? Кім Аға. бірінші? Ағай алдында есепте бір есеп келді да. Ой, тестте. Мгм. Ол жақта екеуі параллель, и оған біреуі тізбекте жалғанған. Батарейка, жоқ, не дейтін анау. Кедергісі бар ше. Иә. Әрқайсысының кедергісі 4 Ом, и тізбектейдің қасында кернеуге жалғанған 10 вольтқа. Соның тізбектейдің ұшындағы кернеу қандай болады? Енді ол уже ненің тұрақты токтың басын өту керек болады енді. I тең U бөлінген R-мен шығарасың ары қарай. Иә, ол жақта біз R жалпыны табамыз, одан Ана көбейіп жібере саласың. Ары қарай бірінші R жалпыны табу керек первый очередь. Обязательно R жалпыны табу керек. Ары қарай уже бөлек есептей бересің. Ағай, Ау. мысалы сен андай сондай бір есеп. бірақ үшеуінің несін метрін 3 түрлі қылып бөлсек те мысалы. Онда уже басқаша бөлінеді. 3К болмайды ол кезде. Жоқ, 3К болмайды уже кезде. Есепте бүйтіп айтады ғой, тең 3-ке Тең бөлді. де бөлсе. Обязательно тең деп айтады. ағай, Атак былай, үшеуін 3 түрлі бөлді, өзің тауып ал үшеуінің сандарын деп. Ондай болмайды. Ау, айтшы, Назархан бағанадан бері ағай деп отыр. осы мына 2 есе көбейіп кетеді девасыз ғой, қатаңдығы ше? Иә. Мына формуладан келіп шығады ма? Мынандай болады да сызбасы. Мынандай бір нәрсе тартып тұрған кезде ол 2 қатаңдық тартып тұрған, содан 2 есе көбейеді деп. Содан келіп шықпай ма? Қатысы бар, бірақ қазір ол басқаны енді айтамын ол нәрсені. Бұл үшін қатаңдықтың өзінің несі ғой, қасиеті ғой. Асығысы кезінде. Соны айтсай. Так. Ердәулет сияқты ғой, асықпай. Сөйлеген өзі асықпай. Зато асықпай қартаяды да тоже. Алдын ойлайтын адамдар ше, асық ойын тез қартайып қалады негізі. Андай адамдар олар ана ұйықтап жатқан кезде жуынып жатқанын көреді, жуынып жатқан кезде сабаққа кетіп бара жатқанын көреді. Сабаққа кетіп бара жатқан кезде қайтып бара жатқанын көреді. Қайтып бара жатқан кезде уже үйіне барып түсте обед жеп жатқанын көреді. Болды. Ау. Назархан покинул чат болды ғой. Так, енді қарайық. Бірінші тізбектеге тоқталайын. Жаман айтты ма? Прикол түсінетін жігіттер ғой Назархан. Тізбектей. Так. Бірінші түрі тізбектей. Так. Все. Мынандай бір пружина деп елестетейік. Пружинада ілініп тұрған мынандай бір серіппе. Пружина мен серіппе бір емес пе? Бір ғой, темірге ілініп тұрған. Просто білмей қала ма деймін. Ортасында мынандай бір тоже бір қайттан бір темірі бар. И пружина то есть бөлініп кетті. И обратно қайта пружина жасалады. Міне тізбектей серіппелер жалғаудың формасы сызбасы осындай болады екен. Мына тізбектей, то есть астасына кетіп барады, көрдік. Мына бізде К, мына бізде бөлек К болады міне.
К1, К2 деп қоя салайық. Бұл екеуін тізбекте жалғау үшін, бұлар тоже екеу уақыт болады, максимум. Тізбекте жалғау үшін бұлар тоже самый 1 бөлінген К жалпы деп есептейміз. Тура сыйымдылық сияқты болады екен бұлдар. К1 қосылған К2. Немесе әрине ең ыңғайлы вариант ол қайсы? Ол әрине К жалпы К1 көбейтілген бөлінген К1 плюс К2. Ыңғайлы варианты осы. Мысалға айталық, бірінші серіппен қатаңдығы К. Ал екіншісі 3К дейді. Көбінесе анда әріппен береді да тестті. Жалпы қатаңдығын табыңыз. Бұлар мысалы тізбекте жалғанға дейді. Или сызбасын бере салатын. Сызбадан өзің білу керек болсын, что бұлардың тізбекте жалғанғандығын. 3К квадрат бөлінген 4К бар. мен қысқарып кетеді да. 3К бөлінген 4 бола ма? Иә, сондай ғой. 3К бөлінген 4 болады. Сонда бізде молодцы. К бізде 3К, астында қоссақ 4К болады. К мен К'сын жоқ қылып жібересің, 3К бөлінген 4 болады екен. 3К бөлінген 4 болады, молодцы. Тура сыйымдылық сияқты. Бұл жерде просто қатаңдықтың бір ерекшелігі андай, санмен бермейді бұл жерде. Санмен вообще көп нәрсе бермейді. Көп жағдайда тек қана осындай әріппен береді. Ағай, Ау. ана екі тұңғышына мысалы үзіп қалды ғой рәсімше. Иә. Екеуі кетті. Соны қайтадан ертіп жалғап қойса екеуіне қайтадан бірдей не болады ма? Иә, бірдей түседі. Енді қарайық. Тура осындай жағдай енді бізде параллель болсын. То есть бір денеге, анандай бір темірге екі пружина ілініп тұр, бірақ параллельно ілініп тұр да бір-бірінен. Осы ғой мен бағана айтқанмын бұған. Иә. Енді оның сызбасы бізде былайынан болады, мынандай бір ілінетін бір зат деп алайық. Осыған мысалы екі пружина ілініп қойды ғой. Біреуін шамамен былай ілдік. Біреуін және түседі тура самый. Көрдік қой, Бірінші дененің қатаңдығы көп екені көрініп тұр ма? Иә. Мына қатаңдығы бізде К1, мына қатаңдығы бізде К2 деп алып қарайық. Бұлар бірінде параллель жалғанған. Мына сызба параллель. Екі қатаңдық параллель жалға десе, олар просто К1 қосу К2 деп жалғай салады екенбіз. Көрдік па? Мысалға айталық, мынандай нәрсе болсын, мынандай есеп берілсін, например, тест алып отырсың, саған мынандай есеп келіп қалды. Айтады, мынандай бір серіппе бар дейді. Мынандай бір серіппе бар. Бұл серіппенің қатаңдығының мәні айтады. 8К дейді. Осы қатаңдықты 2-ке бөліп, пайда болған екі серіппені параллель жалғаңыз дейді. Қанша болады? 4К. Параллель жазып, по-любому 8 шықпай ма? Иә, қайтадан 8. Ойын қаталады. Қайтадан 16 болады да. Қайтадан. Емес па? Дәулет адам шатастырдың ғой сен. Неге? Қайтадан 8К болады дегеніз. 16. 8К ғой, 2-ке бөлінеді, 16К, 16К болып 2-ке бөлінеді. Дәулет, сіз ойланса бас істемей қалады. 16К. Түсіме кіріп шыққан адамдар ғой. Пайда болған екі қатаңдықты параллель жалғаңыз дейді. Сол кезде қанша болады екен? 32. Сол кезде 32 болады екен. 32К. Не дейді? Мұрнына смен сөйледі, кім базады? Мен осы сұрақты қойдым ғой сізге. Бәсе. Сұрағыңа жауап алдым ба? Мен түсінбеп болғанда сен сұрағың жауабын. Иә, енді. Алдын сұрақты қойып жатыр екенбіз ғой біз. Иә. Екеуің бірдей ойлайды екенсіңдер ғой. Бірдеңе бар дейсің. Так. Бірдеңе. Иә, екеуі не ойдың? Бір рудан ойдың? Басқа нәрсе айтып кеттіңіз. Қараңдар. В общем, бізде 32К шығады екен. То есть, параллель серіппелердің сызбасы осылай болады. Көрдік, ілінеді екеуі, параллельно ілінеді. Қатаңдығы тізбекте десе, олар подрядтан ілініп тұрады деген сөз. Так, жалпы параллель және тізбектеге байланысты негізгі система бізде
осы екен. Полностью параллель тізбекте деген жағдайлар осылар.